Харизма біздерде не? Харизма ол біздерде біздің айналада қоршап отқан ортамыз қалай біздерді қабылдайды. Яғни, мысалы, ол біздерде успехпенен байланысты. Яғни, егер де сен бір салада успешный болсаң, онда сені, можно сказать, уже харизматичный адам деп санай беруге болады. Харизма ол біздерде қалай саған адамдар тартылатынын барлығын түсіндіреді. Яғни, харизма қалай біздерге енді көбейтуге болады деп сұрайтын боларсыздар. Қазір біз оны осы видеода талқылайтын боламыз. Мүмкін сіздер түсінетін шығарсыздар, түсінбейтін боларсыздар, бірақ видеоны анықтап, дұрыстап қараңыздар. Көпшілік фильмде кейіпкерлер бар. Ол біріншісі ол біздерде Человек-паук, Питер Паркер, немесе Джокер и тағы да басқа кейіпкерлер. Джокер ол біздерде антагонист. Антагонист, яғни Бэтменнің ішіндегі зон кейіпкер. Ол бізге не керек десеңіздер, яғни бұл кейіпкердің сіздер өздеріңіздің қалай айтсам болады, оның фильмін қарасаңыздар, сіздер білуіңізге болады, что бұл кейіпкер біздерде простой, күліп жүретін, қуып жүретін персонаж емес. Джокер өзінің целдерін жақсы орындайды и және де, можно сказать, тоже успешный деп санай беруге болады оны. Но бірақ та әрине ол біздерде антагонист, и поэтому оны қатты көбісі уважать етпейді. Но оның цель орындағанына, оның артынан егер қарап жүрсеңіздер, сіздер оны тоже жалап былай қарап, анықтап, более нормально ол көруіңізге де болады. Ал егер де Питер Паркерді или яғни өрмекші адамды айтсақ, онда ол да сол Джокер сияқты өзінің целдерін қойып қойған. Яғни сіздерге достар қазіргі шығып жатырған фильмдердің спойлерін айтпай ақ қойын, но в общем ол сол фильмнің ішінде өзінің целдерін қойып қойып, соны орындауға тырысатын болады. В общем, и сондықтан біз көбінесе отважный задачалар қойып қояды, и соның көбісін орындауға тырысады, ал біз оны артынан қараймыз, оны жалап уважать етіп, яғни сыйлап бастайтын боламыз. Ал Джокер негізі пайде бізде тоже сондай, но бірақ та антагонист. Но бірақ біз антагонистті по-любому кейбіреулер сыйлайтындар да бар. Яғни, и соның барлығы, конечно же, то, что цель қойғаннан. Мысалы, мен достар сізбен танысып қалам. Яғни, сізбен дегенде, любой бір адаммен болсын, мені бір адам алады да таныстырып жүреді. 5 минуттың ішінде біз сөйлесіп отырамыз да, и мен 5 минуттың кейін айтамын. Менде миллион подписчик бар ютубта, и в общем, қалайсың деп. Ну, и ол алады там автоматически уже уважениесін білдіртіп бастайды. Яғни, потому что менде негізі пайде бір успешный салам бар, и ол ойлайды, что ол оған қалай жетті, и солай тағы да басқа. Осынан біздерге харизма дейтін көбінесе сол деп санай беруге болады. Қалай біздерге адам қалай қарым-қатынас жасайтын, и қалай біз өзіміздің ойымыз қандай. Яғни біздің ойымыз қандай, мысалы бір салама, мысалы менде ютубты мен жалпы жақсы былай ютубты ұнатам, и адамдарды сол более сезіп бастауды мүмкін, и сіздерді автоматически тоже сыйлауды мүмкін. Ең бастысы сіздер өздеріңіз сыйлап, и және де қалай, адамдармен қалай коммуникация құрастыру болатынын тоже ойлап табатын боласыздар. В общем, түсінген шығарсыз деген ойдамын. В общем, бұл біздерде харизма. Мүмкін тағы да түсінбесеңіздер қайтып қарап жүріңіздер видеороликті. Но, в общем, көп рахмет. Сіздермен болған мен Аслан. Сау болыңыздар.